Баршаңызға сәлем. Сіздердің назарларыңызға йоганың Сурья намаскар деп аталатын кешенді жаттығулар жиынтығын ұсынғалы отырмын. Сурья намаскар санскрит тілінде Сурья күнге, намаскар құрмет көрсету деген мағынаны білдіреді. Бұл кешеннің құрамында йога асандарының 12 қалыпты, әдемі байланысқан тізбекті жаттығулар жиынтығы бейнеленеді. Жалпы йога жаттығуларын қай уақытта жасаймыз деген сұраққа келсек, аш қарынға тамақ ішіп алғаннан кейін 1,5 сағат уақыттан кейін жасауға кеңес беремін. Бұл кешенді жаттығуларын, яғни Сурья намаскарды күніне жасауға болады, немесе аптасына 2 рет, немесе 3 рет жасауға болады. Сурья намаскар жаттығуларының қандай пайдасы бар деген сұрақ туындауы мүмкін. Бұл жаттығулар кешенін жасау нәтижесінде көптеген оң нәтижелерге жетуге болады. Мысалға, бірнешеуін айта кетсем, артық салмақтан арыласыздар, ас қорыту жүйесі қалыпқа келеді, жалпы қанның құрамында қант деңгейі азаяды, мазасыздықтан арыласыздар. Қазіргі таңдағы стресстік депрессиялы жағдайлардан арылғыңыз келсе, осы йогамен айналысуға мен кеңес беремін. Сонымен қатар ұйқысыздық белең алып жатыр. Қазір ұйқысыздық үлкен мәселе. Міне осы ұйқыңыз реттеледі. Тағы да қосымша айтып кететін болсам, бет, дене теріңіздің жылтырағандығын, сапасының жақсарғандығын байқайсыздар. Яғни бұл нәтижелерге сіздер жетесіздер. Қандай жағдайда? Егер осы Сурья намаскар жаттығулар кешенін күнделікті, үздіксіз аптасына 2 рет, 3 рет жасап отырсаңыздар, осы нәтижеге жетесіздер. Сурья намаскар кешенді жаттығуларын жалпы кім айналысу керек, кімдерге арналады деген сұрақтарға келсек, Сурья намаскарды жалпы йогамен айналысып жүрген әр адам жасайды күнделікті өзінің практикасында. Сонымен қатар жалпы йогамен ешқандай хабары жоқ, йогамен айналысқым келеді, не істеймін, неден бастаймын деп жүрген жандар болса, онда осы Сурья намаскар кешенді жаттығуларын үйреніп алып, күнделікті тұрмыста жасауларыңызға болады. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Менімен бірге өз денсаулықтарыңызды жақсартуға кеңес беремін. Алашамызға ыңғайланып тұрып, иығымызды артқа жіберіп, тау қалпында түзу тұрамыз. Екі қолымызды жоғары қарай көтеріп, шалқайып, жоғары сәлемдесу қалпынан төменге қарай иілеміз. Сол аяғымызды мейлінше артқа қарай жіберіп, басымызды көтеріп, алға қарап тұрамыз. Ат үстіндегі қалып деп аталады. Қолымыздың күшімен аяқтарымызды итере отырып, тақтай қалпына түсеміз. Тіземізді, кеудемізді, иегімізді жерге тигізіп, 8 аяқ қалпына тұрамыз. Әр қалыпқа түскенде дем алып, дем шығаруды ұмытпайық. Иығымызды көтеріп, кобра қалпында тұрып, қолдарымызды итере отырып, ит қалпына түсеміз. Терең дем аламыз. Сол аяғымызды алға жіберіп, ат үстіндегі қалыпқа түсеміз. Екінші аяғымызды орнына келтіріп, алға тұрып иілу қалпынан жоғары сәлемдесу қалпына түсеміз. Қайтадан тау қалпында түзу тұрамыз. Қолдарымызды жоғары жіберіп, сәлемдесіп, алға тұрып иілеміз. Енді оң аяғымызды мейлінше артқа жіберіп, ат үстіндегі қалыпқа тұрамыз, басымызды көтеріп. Қолымыздың күшімен аяқтарымызды итеріп артқа жіберіп, тақтай қалпына тұрамыз. Тақтай қалпынан 8 аяқ қалыпқа түсеміз.
тіземізді, кеудемізді, иегімізді жерге тигіземіз. Қолымыздың күшімен иығымызды, басымызды көтере отырып, кобра қалпында тұрамыз. Қолымызды итере отырып, жерді ит қалпына түсеміз. Мейлінше созыламыз. Оң аяғымызды алға қойып, ат үстіндегі қалыптан сол аяғымызды оң аяғымыздың қасына қойып, алға тұрып иілу қалпынан жоғары сәлемдесу қалпына көшеміз. Қолымызды төменге жіберіп, тау қалпында тұрып, терең демаламыз. Алдыңғы айналымда сол аяғымызды мейлінше артқа жіберіп, ат үстіндегі қалыпта тұрсақ, екінші айналымда оң аяғымызды артқа жіберіп, ат үстіндегі қалыпта тұрдық. Үйренгенімізді тағы бір мәрте қайталап жіберейік. Тау қалпынан, жоғары сәлемдесу қалпынан алға тұрып иілу қалпына өтеміз. Сол аяғымызды мейлінше артқа жіберіп, басымызды көтеріп, ат үстіндегі қалыптан қолымыздың көмегімен тақтай қалпына өтеміз. Планк, яғни. Тіземізді, кеудемізді, иегімізді жерге тигізіп, 8 аяқ қалпына өтеміз. Қолымыздың көмегімен кобра қалпына өтіп, ит қалпына түсеміз. Сол аяғымызды алға жіберіп, басымызды көтеріп, оң аяқты қалыпқа келтіріп, алға тұру, иілу қалпынан жоғары сәлемдесу қалпына өтіп, тау қалпына түсеміз. Келесі айналым оң аяққа жоғары амандасу қалпынан алға тұрып иілу қалпына түсеміз. Оң аяғымызды мейлінше артқа жіберіп, басымызды көтеріп, ат үстіндегі қалыпта тұрамыз. Терең демаламыз. Қолымыздың көмегімен тақтай қалпына түсеміз. Келесі қалып 8 аяқ. Қолымызбен аяғымыздың күшін жерге тірей отырып, ит қалпына түсеміз. Оң аяғымызды алға жіберіп, ат үстіндегі қалыпта тұрамыз. Сол аяғымызды оң аяғымыздың қасына қойып, алға тұрып иілу қалпынан жоғары сәлемдесу қалпына өтеміз. Қолымызды жіберіп, тау қалпында түзу тұрып демаламыз.